Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Қауын мен қарбыз неден пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Хауана 1000 жыл жасап, ақтық сапарға аттанар сәт таяды. Бала шағасын шақырып, бақылдасады. Ұрпағы қимай, анашым, сәби шақта ақ сүтіңді еміп жұбанып едік. Махаббатыңа бөленіп, қуанып едік. Құдайдың мейірімін сол арқылы ұқтық. Бір омырауыңның сүті сусын болса, бірі тамақ болды. Ақ сүтіңнен асқан дәмді аш жоқ еді. Енді бақилық болып барасың. Сағынсақ, ақ сүтіңді қайтып еске аламыз дейді. Сонда Хауана екі омырауының ұшын басқанда 2 дан ытқып шығыпты. Оны ұлдарына береді. Олар дәнді жерге егеді. Одан қауын мен қарбыз өседі. Піскен соң жеп көрсе, Хауананың сүтінің дәмін сезеді. Қарбыз шөлді қандырса, қауын қарынды тойдырыпты. Әрі қарай қауын мен қарбыз туралы қызықты мәліметтер. Қауынның кез келген сортының 100 грамм бөлігі бір күндік С дәруменмен қамтамасыз етеді. Бұл дәрумен адам ағзасындағы ұлпалардың қалыпты жағдайын сақтауға септігін тигізіп қана қоймай, жара орындарының тез бітелуі мен тіс пен сүйектердің тез қалпына келуіне мүмкіндік береді. Қауынның құрамында А дәрумені де молынан кездеседі. Теріңіз бен көзіңіздің қарашығына жақсы әсер етіп қана қоймай, көздің көруін жақсартады. Оның жетіспеушілігі иммунитеттің төмендеуіне әкелуі әбден мүмкін. Қауынның көптеген түрі Б дәруменіне бай. Бұл дәрумен қант пен көмірсуларды өндіретін болғандықтан денеңіз күні бойы қуатқа толы болады. Барлық жеміс пен көкөністер секілді қауынды арықтауға қолдануға болады. Оның калориясы өте төмен, әрі май құрамында мүлде жоқ. Құрамындағы судың көптігі күні бойы өзіңізді тоқ сезінуге мүмкіндік береді. Ал тәтті дәмі шоколадқа деген құштарлығыңызды төмендетеді. Құрамындағы көп мөлшері каротиноидтар рак ауруының алдын алады. Қауынды күн сайын таңертеңгі асыңыз ретінде қолдансаңыз, бүйрек ауруының туындау мүмкіндігі төмендейді. Қауын ішектерді тазартып, іш қатудың алдын алады. Құрамындағы минералдар асқазанда туындайтын ауруларды жойып, қышқылдық ортаны реттейді. Қауын құрамындағы дәрумендер терінің саулығын қамтамасыз етеді. Қарттықпен күресте қауын өте тиімді. Қауынның сыртқы жұқа қабығын бетіңіз бен мойын терілеріне 15-20 минут қою арқылы да емделуге болады. Құрамындағы дәрумендер мен пайдалы ағзалар шашыңызды түсуден сақтайды. Қарбыз 92%-ға судан тұрады. Салыстырып қарасақ, медузаның денесі шамамен 95%, жаңа туылған нәрестенің ағзасы 80%, ал ересек адам ағзасы 65-70% суды құрайды. Қарбыздың еті жеңіл, сіңірілетін табиғи қанттардың 5,5-13%-ын құрайды. Пісетін сәтте фруктоза мен глюкоза басым болады, ал сахароза қарбызды сақтау кезінде жиналады. Піскен жемістер ұйқы безінде инсулин кернеуін тудырмайтын фруктозамен қаныққан, сондықтан қант диабеті кезінде де аздап қарбыз жеуге болады. Вьетнамда қарбызға қатысты қызықты дәстүр бар. Олар вьетнамдық жаңа жылды тойлау барысында дастарханға міндетті түрде қарбызды қояды. Қарбыздың қызыл түсі сәттілік әкеледі деп есептеледі, ал қарбыз тұқымын тіске басар ретінде қолданады. Украинаның Херсон облысында қарбызға арналған ескерткіш бар. Херсон қарбыздары бүкіл Украинада және одан тыс жерлерде бұрыннан танымал болған. Барлық белгілі ғалымдардың пікірі бойынша қарбыз ең үлкен жидек. Шынында да қарбыздың жемісі көп тұқымды шырынды асқабақ. Морфологиялық түрде асқабақ жидекке ұқсайды, бірақ одан көптеген тұқымдар мен жеміс қабығының құрылымы бойынша өзгешеленіп тұрады. Сондықтан ботаникалық тұрғыдан қарбыз жемістерін жидек деп атау мүлдем дұрыс емес. Қарбыз бір жылдық қарапайым шөпті өсімдік, яғни асқабақ тұқымды бақша дақылы. Бүгінде әлемнің 96 елінде қарбыздың 1200-ден астам түрі бар. Бұл негізінен жылы климатты елдер.
Қарбызға ыстық климат пен толық пісуіне ұзақ уақыт қажет. Оларды жер жылынғаннан кейін аяз болмайтынына сенімді болғанда ғана отырғызады. Қарбыздар қысқа, ұзақ ыстықты және құрғақ жазды далалы жерлер мен жерорта теңізі климатында өсіріледі. Қарбыз, қауын, асқабақ секілді бақша дақылдарының жаһандық өндірісі жылдан жылға өсіп келеді. Қытай ауқымды ауыл шаруашылық алқаптары мен арзан еңбек күшінің және қытайлықтардың еңбекқорлығының арқасында қарбыз өндіруден және сатудан әлемде бірінші орында тұр. Екінші орында 17 есе айырмашылықпен Түркия тұр. Сұрыбына байланысты қарбыз жемісі пішіні, көлемі мен түсі бойынша әртүрлі болады. Қарбыз дөңгелек, сопақ, жалпақ немесе цилиндр пішінді болуы мүмкін. Қарбыз қабығының түсі ақ және сары түстен жолақ, дақтар мен тор түріндегі сызықтары бар қою жасыл түске дейін өзгереді. Ал қарбыздың мәйегі қызғылт, қызыл, бірақ кейде сары немесе тіпті қызғылт сары түсті болады. Сары қарбыздар қарапайым қарбызбен жеу мүмкін емес. Жабайы сары қарбыздың шағылысуы нәтижесінде пайда болған. Қазіргі Испания мен Таиландта мәйегі сары қарбыз өсіріледі. Испанияда олар жазда дөңгелек пішінді болып өседі, ал Таиландта олар қыста өсіріледі және сопақ болады. Таиландта сары түсті қарбыз әсіресе қытайлықтар арасында қатты танымал, және ол кәдімгі қарбыздан 2 есе қымбат тұрады, өйткені сары түс алтынмен байлықты білдіреді. Қарбыздың орташа салмағы 5-10 келіге дейін тартады, бірақ кейде бұдан аз немесе көп болады. Ал әлемдегі ең үлкен қарбыз ақш-та өсірілді. Арканзас штатынан шыққан америкалық фермер Ллойд Брайт 2005 жылы салмағы 122 килограмм болатын Каролина Кросс сұрыбының қарбызын өсірді. 2006 жылдың көктемінде бұл қарбыз Гиннестің рекордтар кітабына енді. Дегенмен, үлкен қарбыздардан басқа кішкентай қарбыздар да болады. Оңтүстік Америкада ұзындығы 4-3 сантиметр болатын пепкойнес деп аталатын қарбыз өсірілді. Дәмі бойынша олар жаңа піскен қиярға ұқсайды және түрлі салаттар мен шербет немесе тәтті тағамдар дайындау үшін қымбат мейрамханаларда жиі қолданылады. Оларды Европаға 1987 жылы Голландияның Kopper Cress компаниясы әкелген. Содан кейін компания оларды тұқымын сата бастады. Соңғы уақытта бұл шағын қарбыз ақш пен Азияда өсіретін болды. Бірақ олар қазірдің өзінде танымал. Халық арасында қарбыздың аналығы және аталығы бар деген түсінік қалыптасқан. Көпшілігі аналық қарбыздар тәттірек және одан сүйек аз болады деп есептейді. Шын мәнінде бұл аңыз. Әсіресе қарбыздың бір ұялы өсімдік екенін ескерсек, оның аналығы мен аталығы болады деген түсінік жай ғана ойдан шығарылған әңгіме. Қарбыздың гүлдері бір жынысты болып табылады, яғни оларда аталық немесе аналық гүл болады. Ал аталығында тек қана шөптер ғана болғандықтан оларда жеміс шықпайды. Шын мәнінде барлық қарбыздың жемісі аналық, өйткені жеміс аналық гүлден қалыптасады. Қарбыз аз калориялы өнім. 100 грамм қарбызда 30-38 калория бар. Оның үстіне қарбыз пайдалы диеталық өнім, тіпті асқазандағы токсиндер мен уытты заттарды шығарып, ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартатын және салмақ тастауға көмектесетін қарбыз диетасы да бар. Дәрігерлер қарсы көрсеткіштер болмаған жағдайда ересек адам тәулігіне 2-2,5 келі балғын қарбыз жей алады деп есептейді. Қарбыздан көптеген дәмді және пайдалы тағамдар жасауға болады. Мысалы, қарбыздан түрлі салаттар, гаспачо, шырын, шербет, тосап және қарбыз балы тіпті сусындарға арналған мұз жасайды. Қарбызды тіпті тұздап, консервілеп маринадтайды. Азиялық карвинг шеберлері керемет мүсіндер мен гүлдер жасау үшін жиі қарбызды пайдаланады. Карвинг жемістер мен көкөністерді көркемдеп кескіндеу өнері болып табылады. Бұл өнер Қытайда 2000 жыл бұрын пайда болды, ал 1364 жылы Таиландта жемістерді осылай әшекейлей бастады. 1932 жылға дейін бұл өнер түрі тек патшалық салтанаттарды безендіру үшін ғана қолданылған. Қазір көкөністер мен жемістерді кескіндету өнері әлемнің әртүрлі елдерінде игерілді. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.